Қайырлы күн, балалар. Қазір бізде әдебиеттік оқу пәні. Солай ма? Бүгінгі сабақты бастамас бұрын сендерді жаңа топтарға біріктіргенде, қане барлығымызге менің қолымнан бір жеңіс аламыз. Балалар енді үйге берген тапсырманы сұрау үшін қазір сендермен интервью ойын ойнаймын. Сұрақтар қоямын. Кімге сұрақ қойсам, сол оқушы жауап беруге. Жарай ма? Сен кімнің баласысың? Әкеңнің әкесі кім? Атаңның атасы кім? Жеті атасын білмеген жеті атаңды ата, жаңы. Кімді ұмытқан жоқ жеті атасын? Айтам. Байбанай, Суатбай, Үмбетқұл, Сетжан, Абат, Бауыржан. Естеріңе түсіп жатқан шығар, ары қарай. Ең мейірімді жан кім? Отбасының тірегі кім? Жарайсыздар, дұрыс айтасыздар. Балалар, олай болса, бүгінгі сабағымыз біздің осы отбасы мүшелері, ата-ана, үлкендер, ата, әжеміз, соларды құрметтеу туралы болмақ. Балалар, алдарында қандай жеміс ағашы? Жеміс ағашына не көріп беріп тұр? Егер бұл жемістер болмаса, ағаш қандай болады? Дұрыс айтасыздар. Балалар, егер ағашты жақсы күтіп баптасақ, оның жемістері қандай болады? Дәмді. Дұрыс айтасыздар. Өте жақсы өседі. Балалар, сол сияқты кез келген мына осы ағаш сияқты кез келген тіршілік иесі өз ұрпағымен көріктеген. Бұл жемістер ағаштың жаңағы гүл емес па жемісі? Сол сияқты адамның жемісі ол кімдер? Балалар, дұрыс айтасыңдар. Ата-ана жеміс ағашына ұқсаса, бала жеміске ұқсайды. Жеміс ағашын жақсы күтсең, жемісі де тәтті, дәмі жақсы болады. Сол сияқты ата-анаға деген ізгі құрметіңді аямаса, саған деген олардың ізгі тілегі қабыл болған деп Кейқауыс осыдан 11-ші ғасырда дүниеге келген ғұлама біздің жазушымыз Кабуснаме кітабында балаларға өзінің ұлына арнап насихат кітап жазған екен. Бұл Кабуснаме деп аталады. Тақтада да көріп тұр, солай ма? Кабуснаме балалар парсы тілінде 1082-1083 жылдар ішінде жазылған аса бағалы педагогикалық мәні бар туынды екен. Кабуснаменің авторы жаңа кім дедім? Кейқауыс Каспий теңізінің оңтүстік жағалауында мекендейтін Гилан ру тайпасының ұсақ феодал семьясында дүниеге келген екен. Кейқауыс 63 жасында осы Кабуснаме кітабын өзінің ұлы Гилашатқа арнап жазған екен. Қазір сендердің алдарында жұптық жұмыс ұсынған болатын. Осы жұптық жұмысты жұп аралап орындап көрейік. Қане, бір-біріне алыңыз.
байланысты шағын бейнеролик тамашалайық. Әрбір перзент ақылды және дана болса, ол ата-анасының жемісі дейді. Ата-ананың міндеті баланы тәрбиелеу. Біз перзент ата-анаңды олардың көңіліне қадау салып, ағзаландырмағын дейді. Балалар, бұл үзінді қандай шығармадан алынған екен? Дұрыс айтасың, Кейхаустың кітабынан алынған кішкене ғана үзінді екен. Бүгін біз осы Кейхаустың кітабынан алынған үзіндімен танысамыз. Ол үзіндінің тақырыбы қалай екен? Қарайықшы оқулыққа. Ата-ананы құрметтеу туралы. Бұл енді тақырыпты мәтінмен таныспас бұрын біз алдымен сөздік жұмыс жүргізіп барып. Бізде мәтіннің ішіне таныс емес сөздер кездеседі, солай ма? Перзент. Ол не екен? Бала. Миллион. Child. Парасат. Понимание. Mind. Хаял. Реніш. Чувство обиды. Feeling. Offense. Бір оқимыз, іштен есте сақтаймыз. Оқ болдық деп ойлаймын, балалар үлкен ұшақ сөз. Қазір оқулықпен жұмыс жасаймыз. Бәріміз тақыраймыз. Мәтінге төмендегідей бөліктерге бөліп, әр бөліктің шегін тауып оқыдым. Бірінші топ ата-ананы құрметтеу туралы басын оқимыз. Екінші топ ата-анаңды ешқашан ренжітуші болма деген мазмұнға сәйкес келетін бөлігін ғана оқимыз, ол ортасында. Үшінші топ сен ата-анаңа не істесең, саған перзентің де соны жасайды деген мәтін мазмұнға сәйкес келетін соңғы бөлігін ғана оқитын боламыз. Тапсырма түсіндік па? Оқулықты алдымызға аламыз. Ішімізден оқимыз. Балалар енді оқулықтар мәтінмен жұмыс жасап болса, қазір бізде шағын сергіту сәті тақтадағы суреттерге назар аударайық. Суреттер сөйлейді. Ата кім? Асқар, тау. Ана су. Ағып жатқан бұлақ. Ал бала? Бала кім? Жағасындағы жапырақ. Дұрыс айтасыздар. Осы сияқты балалар мақал құрастыруымыз керек. Жарай ма? Кетті, келесі суретке қарай. Бұл суретте қандай мақал шығарсақ болады? Құшқарда соны ілерсің. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің. Келесі әкеге қарап. Жарайсың, дұрыс айтасың. Келесі ата. Бәйтерек. Дұрыс айтасың. Келесі қарға баласын. Қарға баласын кім дейді? Шағым дейді. Ал кірпі баласын жұмсағым дейді. Бала ел келеске біліп жүреді, жарай ма? Жарайсың. Қазір бізде жеке тапсырма барлығымызға алдымызға парақша беріледі. Бүгінгі мәтін бойынша түсінгенімізді анықтау үшін жеке тапсырманы орындайтын боламыз. Жарай ма? Жеке тапсырма сәйкестендіріп орындаймыз. Сәйкестендіріп өлшемен.
орындаған жеке тапсырмаларын өте жақсы орындаған балаларды жасыл смайликке, қателік жібергендерді қызыл смайликке, ал мүлдем дұрыс орындай алмағандарды сары смайликке орналастыратын боламын. Жарай ма? Енді қазір бізде осы мәтін бойынша топтық жұмыс жасап көрейік. Шығармашылық тапсырма, яғни сендерге берілген тапсырма. Бірінші топ. Ата-ананы қалай құрметтеу керек? Сол туралы мына плакатқа жазатын боламыз. Бірнеше жауап жазсақ болады. Жарай ма? Бастасаңдар болады. Екінші топ. Ата-ана саған қандай ақыл айтады? Мынаған жазамыз. Үшінші топ. Олар кімдер? Бастаймыз. Анне, неге қатырай отырмыз? Ал топтық жұмыстың нәтижесін талдайық. Бірінші топ, ата-ананы қалай құрметтеу керек екен? Айтқанын істеу керек, сыйлау керек, құрметтеу керек, айтқанын тыңдау керек, көмектесу керек. Жарайсыңдар. Ал келсеңіз, келіспейміз, әдісіне бақылаймыз. Жарайсыңдар. Үнжім, рахмет, отыра ғой. Екінші топ, ата-ананың қандай ақыл? Ата-анамыз бізге қандай ақыл айтады? Сабағыңды беске ақылды бол, таза ұста, кітабыңды ақылды бол. Кітабыңды таза ұста деп айтады. Келсеміз ба, келіспейміз ба, бақылаймыз. Жарайсың, отыра ғой. Назира, отыра ғой. Келесі үшінші топ. Олар кімдер деген ойын тұспаған сөзі табу керек. Бастаймыз. Аяулы ана қымбат, қадірлі әке қымбат, әбіш деген әжем қымбат, еркелеткен ата қымбат. Келсеміз ба? Бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін ата-анамызға бүгін ата-ананың қадірі, құрметтеу туралы өттік қояр. Олай болса, ата-анамыз бір қуанып қалсын, WhatsApp желісінде ата-анамызға тілек жолдайық. Келісеміз ба? Иә. Дәл қазір кім өзінің анасына тілек айтқысы келеді? Ермін, бастайық. Анам, сізге өте рахмет. Бізді осындай өмірге алып келгеніңізге жасаңыз. Сізді мен қатты жақсы көремін. Енді келесі кім әкесіне айтады? Айтады. Әке, сіз өте керемет жансыз. Сізді бәрібір отбасымыз жақсы көреміз. Осылай бізді қорғап жүргеніңізге көп рахмет. Сізді қатты жақсы көремін. Балалар, бүгінгі сабағымыз сендерге ұнады ма? Иә. Ата-ананы құрметтеу туралы көптеген мәліметтер алдық, иә? Оның табыстарымен танысты. Олай болса, бүгінгі сабағымызды осымен аяқтаймыз. Үйге тапсырма ретінде Кейқауыстың ата-ананы құрметтеу туралы мәтінін оқимыз, егер шамамыз келсе жаттаймыз.